Арыстан мен тышқан. Арыстан орманда жүр еді. Бір кезде ол сұр тышқанды көрді. Мен сені жеймін, тышқан, мен ашпын. Деді арыстан. Мені жеме, сен үлкенсің, мен кішкентаймын. Бәрібір тоймайсың. Бір күні мен саған көмектесемін. Қалай көмектесесің? Мен үлкенмін, сен кішкентайсың. Мен білмеймін, бірақ бір күні мен саған көмектесемін. Сөйтіп, тышқан қашып кетті. Бір адам арыстанды ұстап алғысы келді. Ол ау құрды. Арыстан ауға түсті. Арыстан аудан шыға алмай ақырды. Тышқан арыстанды естіді. Ол арыстанға жүгіріп келді. Мен саған көмектесемін. Деді ол. Қалай көмектесесің? Сен сондай кішкентайсың. Менің тістерім күшті. Деді тышқан. Тышқан ауды тістерімен кемірді. Сөйтіп, ол арыстанды аңшыдан құтқарды. Мұнда бізде ақ аюдың, қара аюдың, қоңыр аюдың күшіктері және арыстанның баласы бар. Осы төртеуінің ішінде қайсысы артық? Сенде 15 секунд бар. Таптың ба? Дұрыс жауап, арыстанның баласы артық. Өйткені қонжықтар аю тұқымдасына жатады, ал арыстандар мысық тұқымдасына жатады. Қазіргі кезде әлемде арыстанның екі түрі бар: африкалық және азиялық арыстан. Көп жылдар бойы адамдар арыстан аулағандықтан, азиялық арыстан тек Үндістандағы гир орманында ғана қалған. Африкалық пен азиялық арыстанның айырмашылығы бар. Африкалық арыстан азиялықтан үлкенірек. Еркек африкалық арыстан 250 килограммға дейін, ал азиялық арыстан 200 килограммға дейін тартады. Африкалық арыстанның жалы қалың, азиялықтікі сирек. Азиялық арыстанның қарнында тері қатпары болады, ал африкалықта ондай жоқ. Африкалық арыстандар үлкен прайдпен өмір сүреді, ал азиялық арыстандар кішкентай топта немесе жалғыз жүреді. Бір қарағанда бұл екі сурет бірдей сияқты, бірақ мұқият қарап, 30 секунд ішінде 5 айырмашылықты табуға тырыс. Жауаптарды салыстырайық. Бір суретте алыста екі арыстан болса, екіншісінде тек біреу ғана. Қарашы, бір суреттегі тас екіншісіндегісінен ұзынырақ. Артқы жақта бір суретте екі ағаш тұр, ал екіншісінде біреу ғана. Арыстан тұрған ағаштың астында бір бұтақ жетіспейді. Қара, мына жерде ағашта бұта жоқ. Арыстандар тәулігіне 20 сағатқа дейін ұйықтайды. Арыстандар өте көп ұйықтайды, өйткені олар етпен қоректенеді.
Етті қорытуға және аң аулағаннан кейін күз жинауға көп уақыт кетеді. Көбінесе олар түнде, күн салқындағанда аң аулайды. Ал күндіз ауа райы ыстық болғандықтан арыстандар ұйықтап жатады. Арыстандардың тұмсықтары адамдардың беті сияқты әртүрлі болады. Бұл олардың тұқымына және жеке ерекшеліктеріне байланысты. Сондай-ақ төбелес пен аң аулау кезінде тұмсығында тыртықтар қалады. Сол себепті әр арыстанның тұмсығы ерекше және оңай танылады. Тышқаннан арыстанға апарар жолды лабиринттен тап. Саған 30 секунд беріледі. Жолды таптың ба? Жарайсың. Тексеріп көрейік. Тышқандар кеміргіштер отрядына жатады. Олардың туыстары егеу құйрықтар, тиіндер, құндыздар, хомяктар, борсықтар және басқа да жануарлар. Жер бетінде шамамен 2400-дей кеміргіш түрі бар. Соның 40%-ын әртүрлі тышқан түрлері құрайды. Тышқандардың тістері өте қатты және өмір бойы өсіп отырады. Тістері тым ұзарып кетпес үшін олар қатты нәрселерді кеміреді. Осылайша тістерін қажайды. Тышқандар әлемнің барлық жерінде тіршілік етеді. Тек қиыр солтүстік пен Антарктидада кездеспейді. Тышқандар бәрін жейтін жануарлар. Олар тамыр, тұқым, жапырақ, жидек, жәндік және өлексемен қоректенеді. Тышқандардың ағзасы өте жылдам жұмыс істейді. Сондықтан олар күніне 15-20 рет тамақтанады. Тышқандар отбасы болып немесе төппен өмір сүреді. Көбіне бір топта бір басым еркек және бірнеше ұрғашы болады. Тышқандардың еркектері ұрғашыларға ультрадыбыс арқылы серенада айтады. Осындай ән айтатын қабілет адамда, құстарда және киттерде ғана бар. Бір жұп тышқан бір жылда 1000-ға жуық ұрпақ әкеле алады. Тышқандар күніне бірнеше рет жуынады. Тіпті мысықтардан да жиі. Тышқандар жарыққа онша жақын емес, сондықтан олар көбінесе түнде немесе ымыртта белсенді болады. Олар түс ажырата алмайды, бірақ алыста көре алады. Тышқандардың есту, иіс сезу, дәм сезу және жанасу қабілеті жақсы дамыған. Олардың есте сақтау қабілеті де мықты. Табиғатта тышқандар орта есеппен 1,5 жыл өмір сүреді. Өйткені оларды мысықтар, түлкілер, үкілер, маңғұстар, кесірткелер, жыландар және басқа жыртқыштар аулайды. Ал торда, яғни үй жағдайында олар 5 жылға дейін өмір сүре алады. Кеттік, логиканы жаттықтырайық. Африкалық арыстанның ақырған дауысы 8 шақырымға дейін естіледі. Қалай ойлайсың? Неліктен арыстанның дауысы африкалық саваннада осыншалық алысқа жетеді? Сенде ойлануға 15 секунд бар. Жауабы дайын ба? Ендеше салыстырып көрейік.
Арыстанның ақырған дауысы 8 шақырымға дейін жетуінің 2 себебі бар. Біріншіден, арыстандардың өкпесі мен дауыс сіңірлері өте мықты. Екіншіден, саванна далалы жер сияқты. Онда дыбысты бөгейтін ағаштар мен басқа кедергілер аз. Сондықтан дыбыс толқыны алыстарға еркін таралады. Тағы бір логикалық тапсырманы шешіп көрейік. Қысқа қашықтықта арыстандар сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады. Ал неге екені белгісіз, арыстаншылар еркектеріне қарағанда 30%-ға жылдам жүгіре алады. Қалай ойлайсың, не себеп? Сенде 15 секунд бар. Жауабы дайын ба? Тексеріп көрейік. Арыстаншылар арыстандарға қарағанда жылдамырақ, себебі олар дене тұрқы жағынан кішірек әрі сымбатты. Сондықтан өз салмағын алып жүру оларға жеңілірек.